Сәлем құрметті оқырмандар. Бүгін мен сіздерге мастикадан күшік жасауды көрсететін боламын. Яғни бұл ең қарапайым түрде нағыз балалардың тобына арналған, жаздық топтарға арналған күшікті ең оңай жолмен жасап көрсететін боламын. Менімен бірге, соңына дейін бірге болыңыздар. Алдын ала мен керекті осы оранжевый түсті алдым. Сіздер басқа да ақ түсті алсаңыздар да болады. Күшікке қоңыр түс, басқа да түстерді алсаңыз болады. Алдын ала мен осылай дайындап алдым. Бұл бізде денесін осылай үшкірлеп аламыз. Яғни бұл бізде жатқан күшікті жасаймыз. Осылай жасап аламыз денесін. Содан соң бізге аяқтары, аяқтарын осылай жасап аламыз. Алдыңғы аяқтары. Енді артқы аяқтарын сәл өзгешелеп етеміз. Артқы аяқтарын көріп тұрғандарыңыздай өте қарапайым. Енді бізде құйрығын жасаймыз. Бізде айтарлықтай денесі дайын. Басын жасаймыз. Басын осылай домалақтап алдым, бір тексетіп. Оны да сопақшалау етеміз сосын. Осылай басамыз. Оны осылай жабыстыратын боламыз. Енді бізге көздеріне ақ түс керек болады. Бірдей етіп аламыз. Енді сол ақ түстің үстіне көк түсті жабыстырамыз. Мұрны. Енді кезек бізде құлағы. Құлағын осылай сопақшалап етіп. Оқтаудың көмегімен жайсаңыздар да болады.
әдемі болу үшін үлкендеп етеміз, ұзынырақ етеміз. Мінекей, екеуін бірдей етеміз. Осылай. Ішіне ақ түсті тура солай шайып саламыз. Мына дайын. Енді оны жабыстырамыз екі шетіне басының. Мына осылай дайын болды. Енді аузын жасаймыз. Фломастердің көмегімен осылай сызып шығарамын. Мінекей, дайын. Осылай жасасаңыздар да болады. Міне менің ең қарапайым әрі оңай жолмен жасалатын күшікті жасап көрсеттім. Балаларға арналған менің бүгінгі видеом сіздерге ұнаған болса, әрі пайдалы болған болса, менің парақшама тіркеліп, лайк басып, коммент қалдырып кетіңіздер.